Солтүстік Қазақстан облысы аумағында сәуірдің 10 мен мамырдың 6 аралығында жасөспірім республикалық жедел профилактикалық іс-шарасы өткізіледі. Жедел профилактикалық іс-шарасы аясында Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаменті бастығымен полиция департаментінің барлық бөлімшелерінің қатысатын іс-шаралар кестесі бекітілді. Бүгінгі таңда бекітілген кестеге сәйкес жергілікті полиция қызмет басқармасы, кинологиялық қызмет орталығы, арнайы және жұмылдыру даярлығы басқармасы, тергеу мен анықтау басқармалары іс-шараларды өткізді. Жедел профилактикалық іс-шараның 10 күні ішінде 317 әкімшілік құқық бұзушылық жасағандығы анықталды. Оның 72-сі ата-анасының немесе өзге де заңды өкілдерінің бала тәрбиелеу бойынша міндеттерін орындамағандығы үшін жауапкершілікке тартылып, түнгі сағат 23:00-ден таңғы сағат 6-ға дейін кәмелетке толмағандардың заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз үйлерінен тыс жерде болғандығы үшін 181 заңды өкіл әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Кәмелетке толмағандар мен оларға қатысты құқық бұзушылықтың алдын алу полиция департаменті басшылығының қадағалауында.